Жаратқан ие сендерге жар болады. Шежірелердің 2 кітабы 20 тарау 17 аят. Құдай Жосафат патшаға осындай ұлы рақымдылығын сыйлады. Өйткені оған күшті қаруланған жау әскері қарсы шықты. Бұл ұлы рақымдылық маған да берілген. Себебі мен де үлкен бақытсыздыққа тап болып тұрмын. Әрі менде күш те, даналық та жоқ. Егер Құдай менімен бірге болса, онда адамдардың тастап кеткені маған мүлде маңызды емес. Егер жаратқан ие маған жар болса, мен өмірімде кездесетін күрестің бәрінде жеңіске жетемін. Және қазіргі маған беріліп жатқан сынақтар қаншалықты маңызды болса, жеңіс те соншалықты даңқты болмақ. Дегенмен, Құдайдың менімен бірге екендігін қайдан білуге болады? Егер мен онымен бірге болсам, онда ол да менімен бірге болады. Егер мен сенімді оның сеніміне негіздеп, оның сөзіне үміт артсам, және өсиеттеріне бойсынсам, онда ол міндетті түрде менімен бірге. Ал егер мен шайтанның жағында болсам, әлбетте, онда Құдай маған қарсы. Егер мен Құдайды мадақтау үшін өмір сүрсем, онда оның да мені мадақтайтынына сенімді бола аламын. Егер менің бірден бір құтқарушым Иса болса, онда Құдайдың өзіммен бірге екендігіне толық сенімді бола аламын. Егер мен жанымды Құдайдың жалғыз ұлының қолына тапсырсам, онда әке ұлын даңқынан айырмау үшін мені сақтауға бар күшін салатынына нық сенімдімін. Құдайым, қысқа болса да мен үшін өте құнды осы сөзді жүрегіме сақтауға күш берші. Құдайым, осы сөзді өз құлыңның өмірінде жүзеге асыршы. Үйде де, көшеде де, егістік даласында да, дүкенде де, қоғамда да, жалғыздықта да менімен бірге болшы. Сондай-ақ өзіңнің барлық таңдауларыңмен де бірге бол.